баяғыда бір қарт ата мен әже өмір сүріпті. Олар теңіз жағасында өте кедей тұрыпты. Үйлері ескі, тамақтары аз, тұрмыстары өте ауыр екен. Күндердің бір күнінде қарт ата ерте тұрып, теңізге ау салуға шығады. Ауын суға тастап, біраз күтеді. Екінші рет ауын тартып қалғанда, торына бір алтын балық түсіпті. Балық көзін қиып, тіл қатыпты. «Қария, мен жай балық емес, алтын балықпын. Мені босатып, суға жіберші. Егер тілегімді орындасаң, мен де сенің сұрағаныңды беремін», дейді. Қарт ата біраз ойланып, мейірімділік танытады. «Аман бол, менің саған берген еркіндігім болсын», деп балықты суға қайта жібереді. Үйіне келіп, әжесіне «Бір ғажайып балық тауып алдым», деп болған жайты айтып береді. Әжесі болса, «Ойбай-ау», дейді кейіп. «Ең болмаса, ескі астауды ауыстырып, жаңасын сұрамадың ба? Балықтың тілін білгеніңді пайдалансаңшы». Солайша, әжесі атаны теңізге қайта жібереді. Ата теңіз жағасына келіп, балықты шақырып, өтінішін айтады. «Уа, алтын балық, менің қарт әжем жаңа астау төлейді». Алтын балық, «Болсын», деп жаңа әрі әдемі астауды сыйлайды. Қарт әже бұған өте қуанады. Бірақ көп ұзамай, «Ата, біздің үйіміз тым ескі, балықтан жаңа үй тілеп бер», деп тағы мазалайды. Қарт ата қайтадан теңізге барады. Алтын балық су бетіне шығып, «Ата, тағы не қалайсың?» деп сұрайды. «Әжем енді жаңа үй тілейді», дейді ата. «Тілегің қабыл болсын», дейді балық. Ата үйіне келсе, ескі лашықтың орнында еңселі жаңа үй тұр екен. Қарт әже тағы да ойға батып, біраз уақыттан соң, «Ата, енді біз бай болсақ жақсы болар еді. Бар, балықтан байлық сұра», дейді. Ата амалсыз теңізге қайта барады. Балық шығып, «Ата, сен шын бақытты болғың келе ме?» деп сұрайды. Ата: «Балақай, ертегі ұнап жатыр ма? Бізге лайк басуды ұмытпа». «Иә, бірақ әжем бай болғысы келеді», деп жауап береді. Алтын балық мұңайып, «Байлықтан бұрын ішің тыныш болсын. Ұмытпа, бақыт қарапайым нәрселерде, адамның өз жүрегінде», дейді де суға сүңгіп кетеді. Ата үйіне қайтып келеді. Әжесі үлкен үй мен жаңа астауды көріп, басында қуанғанымен, уақыт өте келе қанағатсыздығы тағы оянады. «Біздің неге қазынамыз жоқ?» деп шалды тағы теңізге жұмсайды. Ата теңізге барып, балықтан тағы да қазына сұрайды. Балық: «Жақсы, сенің тілегің орындалсын», дейді. Ата үйіне оралса, таңғажайып жайтты көреді. Жаңа үйде, байлық та, қазына да ғайып болыпты. Тек баяғы ескі лашық пен жарық астау ғана қалыпты. Осылайша, қарт ата мен әже өздерінің қарапайым өміріне қайта оралады. Бірақ осы оқиғадан кейін олар қанағат етуді үйреніп, тыныш әрі сабырлы күндер кеше бастапты. Ертегінің соңы осылай жақсылықпен аяқталыпты.